Мен Шағылбаева Анар Жолдасқызы, Атырау мұнай өңдеу заводының жобалық конструкторлық орталығының жетекші инженерімін. Заводта 24 жыл бойы еңбек етіп келемін. Біздің орталық заводтағы қондырғылардың, әртүрлі жабдықтар мен ғимараттардың жобасын әзірлейді. Цехтардан бізге көптеген техникалық тапсырмалар келіп түседі. Сол тапсырмалар бойынша технолог, электрик, сумен жабдықтау, канализация инженерлерімен бас қосып, жұмысын жан-жақты талқылаймыз, зерттейміз, нақты бір шешімге келеміз. Мен өзім инженер құрылысшы ретінде объектіге барып, аймақты өз көзіммен көріп, керек өлшемдерді жасап, фотоға түсіріп, нысанды нақты жан-жақтан зерттеймін. Жобалық шешімдердің дұрыс және қауіпсіз болу үшін барлық жер астындағы, жер үстіндегі коммуникацияларды ескеру өте маңызды. Кез келген жоба нормативтерге, мемлекеттік стандарттарға, қауіпсіздік ережелерге, өндірістік санитария талаптарына сай орындалу керек. Сызбаларды жылдам әрі дәл әзірлеу үшін мен AutoCAD бағдарламасын қолданамын. Жалпы инженерлік жұмыс өте қызық, шығармашылық көзқарасы талап етеді. Мені ең қуантатын нәрсе өз сызбаларым мен идеяларымның заводтағы нысандарда жүзеге асқанын көру. Қазіргі уақытта біздің орталықта көптеген күрделі жобалар жүзеге асуда. Соның ішінде жөндеу механикалық цехта жұмысшылардың жағдайын жақсарту мақсатында 3 қабатты ғимаратты жаңғырту жобасы әзірлеуде. Жұмыстардың сәтті әрі уақытылы аяқталу үшін бар күшімізді салудамыз. Біздің жұмысымыз, біздің мамандығымыз көп нәрсені талап етеді, жауапкершілікті, ұқыптылықты, шыдамдықты талап етеді. Енді жастарға айтатын, қазіргі заманда өз-өзіңге сеніп, әрдайым дамуда болу керек. Сонда ғана алдында көптеген мүмкіндіктер ашылады.